Қайырлы күн бізде, сізде қайырлы таң болып жатыр ғой. Біз міне тағы да заттарымызды жинап алып, продуктымызды алып алдық. Көшейін деп жатқанымыз бар енді. Ал, осы жақтан кетеміз. Айгүл! Не? Айгүл! Сосын маған очки тауға болмайды негізі бір. Қатты таққым келіп жүр. Там мен сөйлеген сайын. Қойсайын, сторис түсіріп жатырмық қой. Сосын осындай шетелге шыққанда енді очки тақпасаң қай уақытта тағасың, бірақ маған пока бір тағы 2-3 айдай тағуға болмайды. Мен көктемде бірақ не көрдім? Сезімді сенің сынайын дедім, бара-бара маған ұнайын дедім. Болды ма? Сізге келді. Мына жақтан кетеміз енді бүгін. Қимай тұрмын. Осы жер ұнап қалған еді маған. Азында осындай жаттығулар істеу керек еді. Қандай? Мынандай. Не үшін оны? Әріптерді анық сөйлеу үшін. Мысалы сен бір әріптерді сөйлеп жатасың, жеп қоясың, осыны жеп қоймас үшін. Жоқ, айтамын да, қасында жігіт бар деймін да, бірақ өзіңе суға тасып жүресің. Қазір көрейікші, тасимын екен, тасымайын екен, алдымда келе жатыр. Көмектесем екен. Көмектеспей өтіп кетті, е? Көріп қойдың ғой, түсіріп жатқанымды. Жоқ? Байқамай қалдың ба не? Сен очкиңнен телефон қасқарып тұр. Көмектеседі екен, е? Көмектеспей өтіп кете ма дегенім. Көмектеспей салайын деп ойладым да. Сосын? Зым, енді соны тұрған шығар дедім да. Виллаға келдік. Мына жақта. Бұл жақ жақсы жер, кухнясы отдельно екен. Бір тырнағым жоқ, бір түрлі екен. Мына жақта бассейн бар. Үстінде терраса, бір спальня бар мына жақта. Екінші этажында. Уже осы жайға салыпты. Қараңыздаршы. Ұйқынан тұрған кезіндегі вид. Қалай? Күштіп тұр, ә? Бассейнге обязательно бір шомылатынымыз бар. Екінші этажында енді бір спальнямен и террасасы бар, болды. Кухнясын көрсетсем қазір. Кухнясы үлкен, жақсы екен. Еще отдельно. Ұйықтайтын жерден отдельно. Мына жақта прям бәрі бар екен. Достар, наконец-то біз өттік. Ташкенттің границасына келді. Что там, грузчик керек па? Керек, апажан. Керек қой бізге. Апа, сізге пұл керек ме, пұл? Яқта испанец. Аслан, как ощущение? Достар, баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін жұмыс күні еді, жұмыстан сұрануға тура келді. Жұмыстар пайда болып қалды. Ол жұмысымен көлігіме байланысты. Енді техника болмаған жөндету керек, қарату керек дегендей, сол себеппен GT Oil сервиске келдім. Ал баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар, амансыздар ма? Общем, кешегі банядан кейін мөлдіреп, бір ұйықтап, ерте тұрдық енді бүгін. Сол машинамды жуып, машинамды сүт қылып қойдым. Жуып қой іштіп. Погода радует, да? Жаным, көтеннен. Сол, қалайсыздар, амансыздар ма? Не айтам, сол, күшті күндеріңіз сәтті өтсін, аман болыңыздар. Бір сторисқа шығып қойын деген ғой. Сол? Қалайсыздар, достар? Сторисқа нормально шығып қойдық. Ауырып болдық шеш қайттан. Бәрін Алматыда бірдеңе шашып жатыр ма? Или бір нәрсе болып отыр что-то. Бәле болды ғой, не болып кетті. Емдеп шығып қайтып алып. Ауасын бытшы жарып жатқан сияқты бірдеңе шашып. Абай болыңыздар, так что сыртқа уже маска киіп шығатын сияқтымыз ба? 2019-дағыдай. Душқа түсіп алдым. Мэнди кетті, стилист қыз. Ертең с утра достық плазаға барамыз, киім қараймыз, киім аламыз деді. Шоппингқа барамыз, енді бұйырса қандай образдар маған жинайтын енді көреміз. Маған ана қыздың
шынымды айтсам бұрыннан бері стилистпен жұмыс жасағым келеді. Өйткені бір киім сатып аламын да, үстін сатып аламын да, астына не киетінімді білмеймін. Или астын сатып аламын да, үстіне не киетінімді білмеймін. И сөйтіп ол киім 1-2 жыл жатады да, потом мен оны лақтырып жіберемін, или біреуге бере саламын. Сөйтіп жүретін. Енді біз прям түбегейлі полностью гардеробпен жұмыс жасаймыз. Енді бұйырса шетелден келгеннен кейін разбор гардероба, новый үйге көшкеннен кейін полностью гардеробтың ішін обставлять етеміз. И новый күшті киімдерді, мысалы, көп киім алудың қажеті жоқ. Бір киімді бірнеше қылып киюге болады. Мысалы, соның барлығын үйретіп көрсететін болды. И вообще ішкі жан дүниеңмен полностью психологический уровеньде полностью жұмыс жасайды екен нағыз. Ұнады. Ертең тағы. Бір жарты сағатқа, 1 сағатқа базар жерге шығып едім, үйімен болса да. Кілең қатындар жиналып, ана айтып, кілеңмендей. Үйімен жасты қатындар ғой, үйінен үлкен көбісі. Ананы айтып, өмір туралы айтып, абьюзер, тиран, душнила, бәрі әркім өз байын жамайды. Отырған қатындардан басқасының бәрі жаман болып жатыр. Ал, особенно еркектер. Күштеп тұрып, өсек айтып жамандап, неғылдықтан шай ішкенбіз ғой, сам ішіп жатырмын, крас бар, шаш жоқ. Шаймен өсек айтқан күштер еткен. Үйге қайтен құрсын, есің бара енгізіп, сағат 1 болды. Кеттім үйге. Душқа түсейін, жолмайын, ұйықтайын. Ой, өсек негізі. Толған кән. Ешкімді көрсете алмаймын. Нет, никого не буду выкладывать. Выкладывать, то есть вкладывать в пол. Да, давайте манго джингер, джусаем и с мясом. Қайсы с мясом, қайсы джусаем? Джусаем и с мясом. И это... Ну, джусаем, но мясо меня? Да. Это с мясом не засыпано. Алло. Все быстро туда. Вообще там Тут левых мужиков нет, а здесь ребенка. Остальные шли женщины. Второй тасымдар. Не, руки утром. На шифонере. Посмотри. Қайырлы күн, қалайсыздар? Біз эфирге дайынбыз уже. Іштеміз. Сол жүрміз. Мына жақта Нұржан бар. Нұржан бүгін қатты айтамын деп тұр, иә? Қатты айтамын дейді бүгін бірдеңені. Әлі талай-талай мың сатқынды көрермін, мен жүре берермін деген әңгіме ғой. Иә, жүрегімді аяймын деп қойсын. Жүрегімді аяп. Сол. Ал барлықтарыңызға ассалаумағалейкум достар. Қалайсыздар? Бүгін Жандәуреннің тойына дайындықты бастап кеттік. Бұйырса 1-2 күндікте болады. Осыған тойға приздар алып жатырмыз. Жандәурен кім десеңіздер, мен директорым ғой. Одан да бөлек бұл жақта мощный скидкер болып жатыр екен. Қазір сіздерге барлықтарының бағасын көрсететін боламын.